Саламатсыздар ма балалар? Бізде қазір қазақ тілі сабағы. Мына сабақ басталмас бұрын маған көптеген хат келді. Естеріңде ме? Осы хаттар біздерге несімен келетін еді? Тапсырмасымен. Тапсырмасымен келетін. Сол хаттардың барлығын мен сендерге алып келдім. Осы хаттарды ашуға дайынбыз ба? Ішіндегі тапсырманы орындай аламыз ба? Жақсы. Бірінші хатты ашайын ба? Ал, ашып көрейін, қалекей. Кім жіберді екен? Мұндай хат жазды. Қарай. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздердің білімдеріңізді тексеру мақсатында мен сіздерге көптеген тапсырма жібердім. Орындауға дайынсыздар ма дейді? Жақсы. Олай болса бірінші тапсырмасы былай дейді. Мен сіздерге мәтін бердім. Оқушылар сол мәтінді тыңдасын, оқысын, мәтінге ат қойсыншы депті. Ал орындауға дайынбыз ба? Жақсы. Олай болса бірінші тапсырмасына кірісейік. Мәтінге түсіндік пе? Жақсы. Мәтін кім туралы екен? Кім айтады маған? Айта ғой, Айзере. Әңгіме Шоқан Уәлиханов пен Сотников туралы. Дұрыс. Енді бұл әңгімені жазған кім? Бізге хатты жолдап отырған кім екен? Кім айтып жібереді маған? Айза, айта ғой. Бұл мәтінді жазған Сапарғали Бегалин. Сапарғали Бегалин балалар жазушысы. Балалар жазушысы. Дұрыс. Мінекей балалар, қарай қойыңдаршы. Сапарғали Бегалин. Біз бала Шоқан деп тақырыпты ат қойғымыз келеді. Неге? Себебі Шоқан кішкентайынан бастап Сотниковпен араласқан және кішкентай болған кезінде ақылды болған. Жақсы. Бұл сіздердің ойларыңыз, Шоқанның, яғни балалық шағы кішкентай кезіндегі болған оқиға туралы. Жақсы. Екінші топтан? Біздің топтан Айзере айтады. Біз бұл әңгімеге өнерпаз бала деп айтып қойғымыз келеді. Себебі бұл әңгімеде мысық мектепке барып оқу білім алмаса да жақсы балшықтан жасалған күйме жасаған. Өнерлі бала, иә? Өте жақсы. Ал үшінші топ дайынбыз ба? Қанекей? Біздің топтан Абылай тақырып қояды. Біз Сотниковтың ақыл кеңесі деген тақырып қойғымыз келді. Себебі Сотников Шоқанға өте жақсы ақыл кеңес айтты. Ол өнерпаз бала, оған мектеп ашу керек. Ал мектеп ашу үшін қалаға барып оқу керек деген ақыл кеңес айтты. Өте керемет жауап, өте жақсы. Отыра ғой. Ал сіздің топтан? Біздің топтан Алдияр айтады. Мен Шоқанның арманы тақырып қойып Мен ба, біз ба? Біз. Себебі Шоқан Сотниковтың ақыл кеңесін тыңдап, мектеп ақысы келіп армандады. Өте жақсы. Ал? Біздің тобымыздан Айша жауап Береді. Біз Шоқан мен Сотниковтың достығы деп қойғымыз келеді. Себебі Шоқан кішкентай кезінде Сотников оған көмектескен. Сотников үлкен болса да Шоқан екеуі бір-бірімен баяғыдан бері дос болып жүр. Сол себептен біз өзіміз Шоқан мен Сотниковтың достығы деп қойғымыз келіп тұр. Өте жақсы. Өте жақсы балалар. Олай болса, бірінші хаттың бізде тапсырмасын орындап болды. Енді екінші хатты ашамыз ба? Жақсы. Екінші хаттың ішіндегі тапсырманы ашайық. Балалар, екінші тапсырмада оқулықты жап депті. Қане бәріміз оқулық жаба қоямыз. Әрмен қарай, жаңа біздер мәтіннен таныстық. Былай депті. Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп ретіне қой дейді. Бұл жерде балалар бізге екі тапсырма беріп тұр. Бірінші тапсырма тыңдап аламыз. Адасқан сөздерді жинақтап сөйлем құрастыруымыз керек. Содан кейін бар, сол ақылды шыққан сөйлемді рет-ретімен қоюымыз керек. Жақсы ма? Қазір мен сіздерге тапсырмаларымызды таратамын. Қанекей, дайын боламыз.